Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге оңай әрі тез дайындалатын таңғы астың құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіз. Ең бірінші 2 дана құстың төс етін тазалап жуып, видеодағыдай 4 бұрыштап турап аламыз. Келесі 1 дана қызанақты алып, оны 4-ке бөлеміз да, видеодағыдай тураймыз. Енді қызанақты құстың етіне бірге саламыз. Келесі ысып тұрған табаға майымызды құйып, жаңағы құстың еті мен қызанақты салып, жақсылап қуырып аламыз. Келесі етке паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұзды үстіне салып, жақсылап қуырып аламыз. Келесі қуырылып жатқан еттің үстіне 200 мг сливкиді құямыз. Міне достар, етіміз пісіп, дайын болды. Келесі осындай кішкентай дөңгелек лаваштарды аламыз. Олардың ортасынан бөліп шығамыз. Бір ыдысқа 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де келесі ыдысымызға кукурузный хлопьяны саламыз. Енді бөлінген лаваштың жарты бөлігіне шет жағын осылай жаңағы жұмыртқаны жағып шығамыз да, оның ішіне жаңағы піскен етімізді, яғни салмамызды саламыз. Еттің үстіне осындай дайын ірімшікті салуға болады, немесе қатты ірімшікті теркадан өткізіп үстіне сепсеңіздер де болады. Келесі лавашты осылай үшбұрыштап ораймыз, және де оны дайындап қойған жұмыртқаға батырып аламыз. Содан кейін кукурузды хлопьяға видеодағыдай осылай батырамыз. Келесі оралған лаваштарымызды осылай бір дөңгелек формаға саламыз, және де оның үстіне ірімшікті теркадан өткізіп үстіне себеміз. Содан кейін жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып, осылай жаңағы лаваштың үстіне құйып шығамыз. Келесі духовкада 170 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің таңғы асымыз дайын болды. Бұл таңғы ас өте пайдалы, әрі өте тойымды. Қараңыздар, ішіндегі ірімшігі, салмасы керемет болып шыққан. Достар, осы таңғы асты жасап көрулеріңізге болады. Өте дәмді.